Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Аяна. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді, тез дайын болатын тещин язык немесе қуырылған баклажан атты тіске басар әзірлейтін боламыз. Ең алдымен біз бұл тіске басарды әзірлемес бұрын керекті заттарымызды дайындап аламыз. Бұл салаттың құрамына баклажан, помидор, жұмыртқа және чеснок қажет болады. Осындай қалыңдықта турап алып, тұзды суға салып 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін судан шығарып, осылай құрғатып қоямыз. 2 жұмыртқаны шағып, шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған баклажандарымызды 2 жағын жұмыртқаға малып алып, қызып тұрған майымызға қуырып аламыз. Екі жағы қатты қызарғанша қуырып, жақсылап майлап аламыз. Соусына чеснокты майдалап турап, майонезбен араластырамыз. Укроп, көкшөп қосуға да болады. Помидорларды да осындай қалыңдықта турап аламыз. Суыған баклажандарға 2 ортасына помидор қойып, соус жағып, осындай әдемі етіп құрастырамыз. Өте дәмді, өте керемет болып шығады, және де жеңіл жасалынады. Бар жоғы 4 қана зат керек. Видеода көріп тұрғандай жасайсыздар. Мінекей менің салаттарым дайын болды. Өте дәмді, маған қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз.